Бүгінгі таңда солтүстік Қазақстан облысы әлемнің 80-нен астам елмен өзара тиімді ынтымақтастық орнатқан. Аймақ басшысы облыс эстониялық серіктестермен бірқатар салада жұмыс істеуге дайын екенін айтты. Мәселен, агроөнеркәсіп кешенінде өңір республикадағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің 12%-дан астамын өндіруде. Бұл ретте экспорт үлесін арттыру мақсаты тұр. Ел бойынша ауыл шаруашылығына тартылатын инвестициялардың шамамен 20% солтүстік Қазақстан облысына тиесілі. Басты міндетіміз агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын ұлғайту. Сондықтан бүгінгі таңда біздің кәсіпорындардың өнімдері тек жергілікті нарықтарда ғана емес, сонымен қатар экспортқа да шығарылуда. Бұдан бөлек North Panels ағашты терең өңдеу зауыты өз өнімінің 95%-дан астамын экспортқа жібереді. Бүгінгі таңда компания өнімдерін Эстония арқылы Еуропа елдеріне жеткізуге кірісті. Бұл еуропалық тапсырыс берушілер алдындағы міндеттемелерді уақытында орындауға мүмкіндік бермек. Өз кезегінде ЯПО кездесуге қуанышты екенін жеткізді. Бұл Эстония елшісінің солтүстік аймаққа алғашқы жұмыс сапары. Оның басты мақсаты өзара тәжірибе алмасу. Біздің сапардың бас себебі Петропавлда Эстония теңізіне дейін ең қысқа жол бар. Эстонияда әртүрлі жүктерге қызмет көрсететін, икемді және тиімді қызметтері бар. Заманауи және үлкен кемелерге қызмет көрсететін порттар бар. Ал North Panels зауыты Силамэ портымен жұмыс істейді және өз өнімдерін Еуропаға экспорттайды. Сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы аймағы болса, мысалы Эстония порттары астықты көп мөлшерде қабылдай алады. Біз Еуропадан Қазақстанға немесе Қазақстаннан Еуропаға Эстония арқылы тасымалдауға болатын басқа да тауарларды табуға тырысамыз. Эстония Еуропа мен әлемде орта білім бойынша көшбасшы екенін айта кетейік. Сондықтан жергілікті университеттің жұмысына қызығушылық танытып, бірлесе жұмыс істеуге ниет білдірді. Бұдан бөлек кездесу барысында цифрландыру саласында да ынтымақтастықты кеңейту келешегі талқыланды. Цифровизация, как подчеркнул Мемлекет басшысы өз жолдауында атап өткендей, цифрландыру мемлекеттік басқаруды жаңғыртудың негізгі факторларының бірі. Ал Эстония ақпараттық технологияларды цифрландыру енгізу бойынша локомотив болып табылады. Сондықтан біз цифрлық жобаларды іске асыруда тәжірибе алмасуға ерекше қызығушылық танытамыз. Эстония солтүстік аймақ үшін саяси әрі экономикалық маңызды әріптестердің бірі. Сондықтан жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарлануда. Осылайша өзара іс-қимылды одан әрі нығайтуға бағытталған жұмыс алдағы уақытта жалғаспақ. Ақнұр Қайырбек, Дана Асылханқызы, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.